Бізде балалардың бәрі қазақша сайрап тұр. Залда қазақ тілінде сөйлейсіздер ме жоқ? Орыс тілінде. Біз залда қазақ тілінде сөйлейміз, арасында билейміз. Залда өзге ұлттың өкілі мен ғанамын. Қалған бәрі жергілікті өзіміздің қазақтың қара домалақ балалары. Сіз осы қазақ тілінің жалпы қоғамды біріктіруші фактор ретіндегі функциясын қалай бағалайсыз? Мен ойлаймын, ол мемлекеттік тілді, жалпы тілдерді насихаттау, ол әрбір еліміздің азаматының, былай айтқанда, қасиетті парызы ретінде. Енді қараңыздар, мен мысалы өзім қай уақыттан бастап қазақ тілін үйреніп алдым, мен айтамаймын. Өйткені ол менің ана тілім ретінде. Шын ниетпен бастау керек. Мен жай үйренем, ертең бастайым, бір күні бастайым деген әңгімелер жақсы нәтижеге алып келмейді олар. Жалпы конституция деген ұғым сіз үшін нені білдіреді? Ата заңымыз ол әрбір азамат үшін, былай айтқанда, алтын кітап ретінде. Құқықтық мәдениетті өңірімізде дамыту бағытында қандай қадамдар жасап жатырсыз? Ертең шынымен де сол кісілердің сөздерін сен жүзеге асырсаң, сонда сол кісілердің тарапынан саған сенім болады. Өзге ұлттың өкілдері бірінші сыныптан бастап қазақ класына барып жүргендер бар. Қасында отырып ешкім күліп атқан жоқ оларға. Ыржыңдап жүрген жоқ. Армысыздар көрермен, әдеттегідей сіздермен бірге ортақ подкасты. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Халқы Ассамблеясының белсенді өкілдерінің бірі, волонтер, спортшы, мемлекеттік тілдің амбассадоры Чепель Владимир Сергеевич. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Енді Володя дей берейін. Еркін сұхбат болғаннан кейін кішкене еркіндікке ерік берейік. Мемлекеттік қызметкер екендігіңізге қарамастан кішкене сұхбатымызды ашық түрде жүргізуге ұсыныс білдіремін. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы достық, қоғамдық келісім, татулық деген бағыттарда өрбитін болады. Соның ішінде бірлік мәселесі бар дегендей. Енді сізден жалпы сұрайын дегеніміз, достарыңыз көп па? Достарым өте көп. Өзге ұлт өкілдері де бар ішінде. Жетеді. Достық деген ұғымды жалпы қалай түсінесіз? Осыны кеңінен ашып айтып бере аласыз ба? Достық ұғымы сіз үшін не? Достарыңыз көп болса, яғни сіз бұл ұғымды кеңінен түсінеді деп ойлаймыз. Мен сізге біріншіден айтып кетейін, менің достарым, көптеген достарым, осы жалпы спорт саласынан көптеген достарым бар. Сонымен қатар осы өзге ұлттың өкілдерінің тарапынан, яғни Қазақстан Халқы Ассамблеясында тығыз байланыста жұмыс жасап жүргендер өте көп достарым бар. Еліміздің түкпір жерінен, түкпір облыстарынан. Кейбір кезде шын айтсам бар ғой, бір облысқа барған кезде, бір жарысқа бір жерге бара жатқан кезде, бір балаларды көрсең, Володя, қалайсың? Чотам танымай қалдың ба дейді. Сол кезде есіме түседі, екеуміз бір шарада бірге болдық, бір жарысқа бірге қатыстық. Сондай достарымыз шын айтсам бар ғой, өте көп. Қоғамда белсенді болу, қоғамдық жұмыспен айналысу, соның нәтижесінде көптеген достарды табуға болады деген. Әрине, ең бастысы халықпен, жастармен сен ашық болуың керексің. Халықты сен қалай қабылдайсың, халық та сен тура солай қабылдайды. Қазақстан Халқы Ассамблеясына келейік. Жалпы осы ассамблеяның қоғамдық тұрақтылық, қоғамдық келісімді нығайту бағытындағы рөлі қандай деп ойлайсыз? Бұл жерде енді қараңыздар, биыл, бағанадан бері айтып келе жатырмыз ғой, биыл елімізде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы. 30 жылдың ішінде ассамблеяның тарапынан көптеген жұмыстар, былай айтқанда, іске асырылды. Көптеген әлі де жоспарлар бар. Бірақ ең бастысы, ассамблеяның тарапынан еліміздегі 130-дан астам ұлт өкілдерін бір шаңырақтың астында топтастырып, достыққа алып кеп, бір отбасы ретінде кәдімгідей, бір үйдің балалары ретінде ұстап тұрған сол Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Соның өкілдері, жастары, ол кім? Ол біздің халық. Яғни бұл жерде, былай айтқанда, бәрін істеп жатқан, осы достыққа ал келіп жатқан біздің халық. Бірақ сол жұмыстың бәрін Қазақстан Халқы Ассамблеясы ретінде, Қазақстан Халқы Ассамблеясының ол ұйым ретінде кәдімгі жүзеге асырылуда.
Қазақстан Халқы Ассамблеясының бірнеше бағыттары бар. Қоғамдық құрылымдар жұмыс жасайды. Мысалы, ассамблея жастары, ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі, депутаттық топтар қазір жаңадан қосылып жатыр деген сияқты. Соның ішінде мемлекеттік тілді үйрету кабинеті бар, яғни мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асырады. Осыған кеп тоқталсақ, сізді енді біз мемлекеттік тілдің амбассадоры ретінде танимыз. Жалпы мемлекеттік тілді үйренуде қандай жеңіл инструменттер, құралдар бар? Және сіз өзіңіз жалпы жеке басыңыз қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Мен сіздің сұрағыңыздың басынан бастап, рұқсат болса айтып берейін. Сіз сұрақтың басында осы ардагерлер кеңесі туралы айттыңыздар, жастар туралы, әйелдер кеңесі туралы. Мен айтайын, бізде кейбір кезде ойлайды ғой, осы ұйымдардың бәріне кәдімгі үкімет тарапынан көптеген қаражаттар бөлінеді. Енді ауылдық деңгейі болсын, облыстық деңгейі болсын, аудандық деңгейі болсын, ол кісілер былай айтқанда өзінің шынайы ниетімен жүрген адамдар. Ешкім ешқандай қаражат алып жатқан жоқ. Ешкім қандай да бір жалақы алып жүрген жоқ. Қоғамдық негізде тегін қызмет атқарады. Иә, өйткені мысалы қазіргі уақытта ауылдық деңгейде осы қауымдастық кеңестер бар. Сол жерге ауылдың белсенді жастары, белсенді өкілдері қатысуда, яғни былай айтқанда ауылдың ішінде мүмкін біздің тарапымыздан, мемлекетіміздің тарапымыздан бір шешім таппай, былай айтқанда іс-шаралардың еркін форматы, бір көпір ретінде, халықпен көпір ретінде жеткізе білетін және байланыс орнататын ұйым ретінде. Тегін форматта қызмет атқарып жүрген кісілер. Енді мемлекеттік тілге оралатын болсақ, шынымен де анау кішкентай кезімнен бастап, осы шын айтсам қазір уақытта қай уақыттан бастап білемін, қай уақыттан бастап сөйлеймін, қай уақыттан бастап насихаттап жүрмін деп шын айтсам мен оны айта алмаймын. Өйткені бізде бала тек қана ана тілін қай уақыттан бастап білетін, айтып тұратын айта алмайды. Менде тура солай, қазақ тілі мен үшін ана тілім. Бізде шынымен де көптеген жастар бар, көптеген орта буынның өкілдері бар, мемлекет тілді үйренем деген. Бірақ неден бастайын білмей жүр. Алғашқы қадам. Қазіргі уақытта қарасаңыздар, көптеген жобалар жүзеге асырылуда. Мен бір нәрсені кетейін. Бізде ағылшын тілін үйрену бойынша телефондарымызда қаншама приложениялар бар. Бірақ ол приложенияны көшіріп алған кезде не еліміздің түкпір азаматы ағылшынша сөйлемейді. Бізде тілді дұрыс үйреніп алу үшін жоқ дегенде бір кішкене біліп тұратын, түсіндіре алатын өкіл керек. Қолдаушы, көмекші керек. Сол жұмысты жүзеге асыру мақсатында қазіргі уақытта осы Талдықорған қаласында Достық үйінде бізде тіл кабинеті ашылған. Өзге ұлт өкілдері болсын, басқа ұлттары болсын бізге келіп, мысалы қатысып тіл үйреніп отыр. Еркін форматта ақпарат қабылдап отыр, өз ойларын еркін форматта жеткізіп отыр. Оларға бірде-бір адам қысым көрсетіп отқан жоқ. Яғни өздері түсінбей жүрген, білмей жүрген, айтамай жүрген жерлердің бәрін сол жерде айтып отыр. Ол мен ойлаймын кәдімгі үлкен жетістік, бір жағынан сол кісілерге біздің тараптарымыздан мысалы қолдау және көмек. Келет, маған да хабарласып жүр, Instagram желісі арқылы, Facebook желісі арқылы жазады. Вәке солай бір қазақ тілін үйренейін деген, неден бастайын, сіздің қолыңыз бос па, бір звондайыншы. Телефон бергем, телефонмен хабарласады, осылай. Бүгін мен осындай сөздерді үйреніп алдым, осы сөзді қалай жеткізсем болады. Енді қараңыздар, біз мемлекеттік қызметте жүрген кезде, біз арнайы бір рамканың ішінде жүреміз. Ақпаратты берген кезде, ақпаратты қабылдаған кезде. Ал тіл үйренем деген адамдармен біз кәдімгі еркін формат ұстанамыз. Мен ол кісілерге айтам, мақал мәтелмен ештеңке айтудың қажеті жоқ. Ана заңның ішінен алып жатқан тармақтармен ештеңке сөйлемей ақ қойыңыз. Өзіңіз қалай болса ақпаратты қабылдадыңыз, қалай маған жеткіңіз келеді, солай жеткізе беріңіздер. Ең бастысы еркіндік. Өйткені еркін форматтың арқасында біз көптеген былай айтқанда жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Енді жалпы сіз кез келген азаматқа мемлекеттік тілді үйренуге, қолдау білдіруге, оған тәлімгер болуға дайынсыз. Иә, мен ол жағынан әрқашанда ашықпын. Ол бұрыннан негізі, менде өзімде бұрыннан сондай формат.
білмеймін, бізде кейбір адамдар бір көмек көрсеткен кезде мүмкін артынан бірдеңкені ойлайтын шығар. Шіркін ай, ана реттесе екен, мына реттесе екен. Жоқ, менің тарапымнан ондай жоқ. Егер мен біреуге 5% болсын, 1% болсын, менің көмегімнің пайдасы тисе, мен үшін ол үлкен қуаныш, мен үшін ол үлкен жетістік. Ол мемлекеттік тіл саясаты болсын, спорт саласы болсын. Мен мысалы тілді білген үшін, тілді насихаттап жүрген үшін, жастарға, орта буынға көмек көрсетіп жүрген үшін мен ешқай жақтан қаржы алып жатқан жоқпын. Маған ешкім жалақы төлеп жатқан жоқ. Ол мен өзімнің шынайы ниетім. Ал егер мен біліп тұрған затпен, біліп тұрған нәрсемен мен бөліспесем, онда оны білген не қажет маған? Жақсы, бір ел, бір мүдде. Осы сөзді біз жиі естиміз. Әсіресе Қазақстан Халқы Ассамблеясы тарапынан біз осы бағытта жұмыстарды жүргіземіз. Енді мына жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы негізгі функциясы бір ретінде әр этнос өкілдерінің тарихын, мәдениетін, салт дәстүрін, тілін сақтау бағытындағы жұмыстарды жүргізеді. Жалпы мынау бір бағытта, бір сарында емес, соның ішінде ұлттық дәстүр, ұлттық мерекелерді бірлесіп ұйымдастыру, бірлесіп атап өту деген дүниеге қалай қарайсыз? Көзқарасыңыз қандай? Енді ол жағын бәріне мен жақсы қараймын. Мен осы сұрақты тыңдай отырып, өзімнің балалық шағым есіме түсті да. Бізде Қапал ауылдық округінде ол кезде Қапал ауданы болатын. Бізде көптеген немістер тұратын, орыс ұлтының өкілдері тұратын, чечендер тұратын. Бізде осы Масленица болсын, Наурыз болсын, кәдімгідей орталық алаңға шығып, бәрі дастархандар жайып, бәрі сол жерде жиналатын. Ешкімді бөлмейтін ана жерде. Сен орыссың, не істеп жүрсің, сен татарсың, не істеп жүрсің, аяқта не үшін келдің, не алып келдің деп ешкімді бөлмейтін. Қазірде ондай жоқ. Жалпы ұлттық мереке ретінде қабылдайды. Иә, әрине. Бізде қарасаңыздар, осы Талдықорған қаласында осы аз ғана уақыт бұрын Сабантуй өтті. Ол жерге де көптеген жастар келді, көптеген орта буын келді. Мен өзім де сол жерге келдім. Спорттық шараларға қатыстым. Балаларымды да алып келдім. Кәдімгідей ашық, еркін форматта өтті. Ана жерде кәдімгідей бар ғой, бір қызушылық болды. Жастарда да, орта буындарда, қандай тамақ екен, барып дәмін көрейікші. Сол қасымда жүрген балаларды ағай-ағайын дәмін көрейікші, барып келейікші, көрейікші, не екен, ана ала салайықшы деген сияқты. Кәдімгідей қызушылық болып тұр. Кәдімгідей жастардың барғысы келеді. Ана спорт саласы болсын. Ол жерде айтпақшы, бізде кейбір өзім үшін де жаңа спорт саланы көрдік. Татарша күрестер бар екен. Оны біздің жастарда қатысып көріп, мен өзім қатысқан жоқпын. Айтым, күреске бармай-ақ қойын, мен қол күреске қатысайын. Ана жерде нан дейлеп, сүттен неше түрлі заттарды жасап, ана жерде керемет қой. Жастарға оралайық. Енді жастармен көп жұмыс істейсіз ғой. Жалпы жастардың достық, соның ішінде толеранттылық деген дүниеге көзқарастары қандай? Бізде жастар, негізі шын айтсам бар ғой, осы бір-бірімен, осы спорттың арқасында болсын, басқа да шаралардың арқасында болсын, дос болып кетеді бір-бірімен. Өйткені мен өзімді мысалы қаншама қалаларға барам, қаншама жарыстарға барам. Осы Жетісу облысының құрама командасымен барам. Бір арқан тартыс болсын, басқа да бірдеңке болсын, барасың, мысалы ұтылсаң да, ана жігіттерің бар ғой, кәдімгідей сенің бір роднойларың сияқты болып кетеді. Бір-біріңді өмір бақи таныған сияқтысыңдар. Бұрын кішкентай болған кезде солай болды ғой бізде де. Мектепте оқисың, бір баламен төбелесесің, таяқ жейсің, немесе ол таяқ жейді сенен, болды, ары қарай сендер өмір бойы доссыңдар. Сол мектеп заманынан кейбір балаларды әлі де кездестіремін ғой мен. Әке қалайсың, барсың ба, амансың ба, қашан үйленесің, тойың қашан, тойыңа ұмытпа, шақыр деп. Бәрі болсын, бәрі кәдімгі достыққа алып келеді. Біздің халықтың сана сезімі өте ерекше және өте қасиетті. Өйткені біз ең біріншіден біз әрбір адамды дос ретінде қабылдаймыз. Сол жағы өте жақсы. Өйткені қарасаңыздар, осы әлеуметтік желіде де көптеген ақпараттар таратылды ғой. Шетел жақтан кәдімгідей Қазақстанға осы азамат пен азаматшалар келіп, туристер келіп, еліміздің осы ауылдың тұрғындары, қалалық тұрғындар дастархан жайып, сірне жасап, желпек пісіріп шақырды ғой кәдімгідей.
бір-бірінің тілмен түсінбей ана жерде. Арасында бір адам орысша, қазақша, немісше сөйлеп, бір ортаққа алып келді. Ол біздің халқымыздың кәдімгі қасиеті ғой, достығы, ашықтығы. Бұдан мен білмеймін, бұдан артық не қажет. Енді біз сізді жалпы мына ауыл жастарын, ауылдағы жастар спортқа баулу бағытында, оларды армрестлингтен дайындап, аудандық, облыстық, республикалық және әлемдік деңгейде жарыстарға қатыстырып, жүлделі орындар алып жүрген азаматтардың тәлімгері, жетекшісі ретінде білеміз. Енді мен ойлаймын, ол спорттық залда көптеген жастар бар, және олардың барлығы да өзге ұлт өкілдерінен құралған. Олардың достық дегенге, ұлтаралық қарым-қатынас дегенге пікірлері, көзқарастары қандай? Мен сізге айтып кетейін, бізде вообще жалпы өзіміздің Қапалдағы залда болсын, осы облыстық, республикалық жарыстарда болсын, ешкім ешқашан бөлінбейді ұлтқа. Ұлтқа, тілге, ешкім ештеңеге бөлінбейді. Бәрі бір орта, бір ұйым ретінде. Мен өзімнің Қапал армрестлинг клуб залы бойынша айтып кетейін. Бізде балалардың бәрі қазақша сайрап тұр. Ешкім ешқашан біреуге сен орыссың, сен неміссің, сен татарсың, сен анандайсың, мынандайсың деп ешкім ешқашан айтпайды ондай ештеңе. Бөлінбейді. Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Бізде кәдімгідей ішкі тәртіптер бар өзімізде. Залда қазақ тілінде сөйлейсіздер ме жоқ? Жоқ. Орыс тілінде сөйлейсіздер? Біз залда қазақ тілінде сөйлейміз, арасында билейміз. Бізде залда кәдімгідей, былай айтқанда, еркіндік. Бірақ ең бастысы берілген тапсырмаларды біз міндетті түрде орындаймыз ішінде. Жарыстарға дайындық кезінде, жалпы өзіміз бір іс-шараларды өткізген кезде, қазіргі уақытта бізде залда жаңа формат енгізілуде, жалпы біз залды өзгертіп жатырмыз. Ешкім бөлініп жатқан жоқ. Демалыс күндері арасында кімде қандай қолы бос, біреу келеді, бірдеңке сыпырып жібереді, тазалап жібереді, жуып жібереді. Бұл еркіндік бізде. Еркіндік, түсінікті, бірақ енді одан бөлек мына тіл мәселесі бар. Тіл мәселесі. Қапал енді қазақи ауыл болғанымен, өзге ұлт өкілдері де аз емес. Соның ішінде жаңағы спорттық залда бәріміз бір-бірімізді түсінеміз, қазақ тілінде сөйлейміз дейсіз. Қанша пайызы қазақ тілін біледі, қанша пайызы білмейді? Еліміз, немізде, ауылда ма? Спорттық залдағы балалардың. 100%. 100% біледі. Залда өзге ұлттың өкілі мен ғанам. Қалған бәрі жерікті өзіміздің қазақтың қара домалақ балалары. Демек, қазақтың ортасында қазақ тілін жақсы меңгерген өзге ұлт өкілі болуы мүмкін. Және ол алдымызда отырған Володя. Өзім ғой. Енді қазақ тілін жалпы үйренуде бір қандай да бір тетіктері, жеңіл бір инструменттері дейміз, құралдары бар ма? Ең бастысы. Қазір тіл үйренгісі келіп жүрген жастарға қандай тиімді құралдарды ұсынасыз? Ең бастысы бастау керек. Ең бастысы. Шын ниетпен бастау керек. Мен жай үйренем, ертең бастайым, бірсі күні бастайым деген әңгімелер жақсы нәтижеге алып келмейді олар. Кәдімгі өзіңе мақсат қойың керексің. Мен осындай уақытқа дейін жоқ дегенде 10% болсын, 20% болсын, мен үйреніп аламын деген сияқты. Неден бастау керек? Енді қараңыздар, мен мысалы өзім қай уақыттан бастап қазақ тілін үйреніп алдым, мен айтамаймын. Өйткені ол мен ана тілім ретінде. Өйткені мен кішкентай кезімде мен көшеде өстім, мен үйдегілер де қазақша сөйлеседі. Мен оны айтамаймын. Ал қазіргі уақытта қазақ тілін үйрену үшін толық жағдай жасалған. Алысқа бармай-ақ қояйық, өзіміздің Талдықорған қаласында орналасқан Достық үйінде тіл кабинетіміз ашылған. Бізде қазір елімізде көптеген осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының тарапынан бағдарламалар жүзеге асырылды. Ұлы даланың ұлтаралық қатынас тілі жобасының Жетісу облысы бойынша жетекшісі мен болып табыламын. Яғни біз тіл үйренем деген жастар болсын, үлкен кісілер болсын, қолдау көрсетуге, көмек көрсетуге әрқашанда дайынбыз. Ең бастысы адам келу керек. Бізде үлкен кісілер мысалы қысылып қалады, жабылып қалады. Мен кейбір сөзін мүмкін дұрыс айта алмай жүрген шығарым, кейбір әріпті дұрыс жеткізбей тұрған шығарым дейді да, сонымен жабылып қалады да, одан да орысша айта салайыншы дейді да, орысша сөйлей салады. Кішкентай балаларды қарасаңыздар, көшеде ойнап жүрген көптеген өзге ұлттың балалары.
қиысық сөйлесін, дүзі сөйлесін, ұялмай, қысылмай, бір-бірімен еркін форматта сөйлеседі. Біздің үлкен кісілер де тура сөйтіп сөйлесу керек. Бізде мысалы екі өзге ұлттың өкілі бір-бірімен сөйлескен кезде кейбір сөздер дұрыс айтпаса, оған біз күлмеуіміз керекпіз. Біз оған көмектесуіміз керекпіз. Айтуымыз керекпіз, бауырым, мына сөзді былай айтсаң, жақсы кетеді деп. Сол айтуымыз керекпіз. Ол мысалы дұрыс айтпай қалды, біз күліп жібердік, ол адам болды, жабылып қалып болды. Сол жағынан біз өзіміз қоғам болып бір көмектесіп жіберуіміз керекпіз. Жақында бір ақпаратпен бөлістік. Сіз қазақ тілін үйрету бағыты бойынша жалпы қазақ тілін дәріптеуші ретінде амбассадор ретінде қабылдайды Жетісу өңірі. Солай ғой? Енді сіз осы қазақ тілінің жалпы қоғамды біріктіруші фактор ретіндегі функциясын қалай бағалайсыз? Тіл достықтың кілті. Бекер айтылмаған ғой. Қанша тілді білсең, сонша сенің достарың болады. Ал енді сен мысалы еліміздің тілін, дінін, жалпы өмірін қолдамасаң, оған ықпал етіп көмектеспесең, оны насихаттамасаң, мен ойлаймын, ол мемлекеттік тілді, жалпы тілдерді насихаттау, ол әрбір еліміздің азаматының, былай айтқанда, қасиетті парызы ретінде. Әсіресе ең бастысы осы еліміздің, мемлекетіміздің, осы қазақ тілін. Енді кішкене сұрақты өзгертейін. Жалпы мемлекеттік қызметкер екеніңіз жасырын емес. Енді мемлекеттік қызметкерге кішкене жақындау сұрайық деп айтсақ болады. Жалпы биыл елімізде айтулы даталар өте көп. Кешегі өткен Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы. Ұлы жеңістің 80 жылдығы. Сондай-ақ, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдық мерейтойы мен Қазақстан Республикасының Конституцияның 30 жылдығы тұспа-тұс келіп отыр. Екеуі егіз мереке десек те болады. Өйткені Конституция мен Қазақстан Халқы Ассамблеясының екеуінің ортақ біріктіретін факторлары бар. Ендігі сұрақтың легін мен соған қарай бұрғым келіп отыр. Жалпы Конституция деген ұғым сіз үшін нені білдіреді? Енді әрбір тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы болып табылатын ол ата заңымыз. Яғни мен үшін мысалы ата заңымыз ол елімізде ең жоғары тұрған заң болсын, басқа да нелер болсын, соның ең басында тұратын ата заңымыз. Мен үшін. Енді Конституциядағы құқықтық мемлекет қағидасын жалпы халық қалай түсінеді? Дұрыс жағынан түсінеді. Мысалы? Бізде ата заңымызда жазылып тұр ғой. Әрбір азамат және азаматша ақпаратты өзіне керекті қандай тілде болсын, қандай жүйелер арқылы болсын, қабылдауға және алуға құқылы. Яғни ата заңымыз қандай да бір азаматқа шектеу қоймайды. Бірақ біз бәріміз ата заңымызға бағынамыз. Яғни бұл жерде мен ойлаймын, ата заңымызға қатысты қандай да бір артық сөздердің қажеті жоқ. Өйткені ата заңымыз ол әрбір азамат үшін, былай айтқанда, алтын кітап ретінде, алтын ақпарат ретінде. Біз бәріміз соған сүйенеміз, біз бәріміз соны қолдаймыз. Көптеген елімізде болып жатқан жағдайлар, осы жан-жаққа бару, ол еліміздің президенті болсын, басқа да бір жоғары жақта отырған басшылар болсын, ол кісілердің бәрі осы ата заңымызға сүйене отырып, қандай да бір мемлекеттермен тығыз байланыста жұмыс жасауда. Сіз мемлекеттік қызметкер ретінде емес, қоғам белсендісі ретінде ассамблеяның дамуына алаңдаушы тұлға, азамат, ассамблеяның өкілі ретінде мына құқықтық мәдениетті өңірімізде дамыту бағытында қандай қадамдар жасап жатырсыз? Мен өзім бе? Иә, жеке өзіңіз. Жеке өзім болсам, енді қараңыздар, жастармен кездесу ұйымдастырамыз.
осы ауылымызда 2 мектеп бар, 1 колледж бар. Жастармен еркін форматта. Мен өзім ұнатамын еркін форматтағы кездесулерді. Өйткені сен барып, бір баяндама дайындап апарсаң, ешкім тыңдамайды оны. Еркін форматта өз ойыңды жеткізсең, балалардың ой пікірлерін тыңдасаң, ертең шынымен де сол кісілердің сөздерін сен жүзеге асырсаң, сонда сол кісілердің тарапынан саған сенім болады. Бізде де мысалы жастармен кездесіп жатқан кезде көптеген ұсыныстар болып тұрады. Ақырындап сол ұсыныстарды ауылдың деңгейінде біз мысалы жүзеге асырып отырмыз. Енді мысалы мектептерде де өзге ұлт өкілдері өте көп. Өйткені бізде бір мектеп таза қазақ тілінде, бір мектеп аралас бізде. Сол кезде мен тыңдап отырамын да балаларды. Өзге ұлт өкілдерінің балалары кәдімгі қазақ тілінде сайрап тұр, тап-таза. Кейбір балалар енді үйреніп келе жатқандар бар. Өзге ұлттың өкілдері 1-ші сыныптан бастап қазақ класына барып жүргендер бар. Қасында отырып ешкім күліп атқан жоқ оларға. Ыржыңдап жүрген жоқ. Қолдау көрсетіп, білмеген жерлерді көмектесіп көрсетіп отыр. Енді жалпы демек Володя біз білетін ол мектеп оқушылары жастар арасында құқықтық мәдениетті дәріптеу бағытында оларға тең құқық берілгендігі, мүдделерінің тең түрде қорғалатындығын дәріптейтін азамат, солай ғой. Енді біз подкастымызды аяқтайық, бірақ аяқтамас бұрын Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы және Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына орай біздің көрермендерге бір-екі ыстық лебізіңізді айтсаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең бастысы барлықтарыңызды осы келіп жеткен мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осы керегелеріміз әрқашанда мықты болып, шаңырағымыз әрқашанда биік болсын. Береке құтты болсын. Рахмет, Володя, біздің шақыртуымызды жалпы қабыл алып, осылай келіп өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды білдіргеніңізге. Енді алдағы уақытта да бұндай сұхбаттар кеңінен болады деген ойдамыз. Қадірлі көрермен, біз осымен бүгінгі кездесуімізді, бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.